Ассалаумағалейкум, ардақты көрермендер. Біз бүгін міне Жидебайдағы Абай атамыздың музейіне келдік. Бұйырса қазір осы музейді тамашалап, кейбір экспонаттармен мүмкіндік болса танысатын боламыз. Абай аталарының сендер қалдар қылайын деп. Бары жоғы 9 жасында Оқыс Ахмет Риза деген мектепте оқыды. Көне ержетіп кеткен бала, сендер 9-да асып кеткен боласыңдар. Абай атаң айтады, қазақтар қара сөзге дес бермейді. Бүкіл қазақтың басы, бүкіл қазақтың жақсысы осы кісі. Әйел қазақты осы кісіден ақыл оздырған, парасат оздырған адам аз. Сөздер ғой. Сол кісі қазір үйіне барамыз, кейінне үйін музей қылған. Қазақ балалар музейі болады. Қойылған емес. Көпі дейлесен кері дамы болып жатыр. Қасы шатар. Немеренесі, білесіңдер. Сондықтан ең негізгі жер осы біледі. Бай шақырым іздеп келе жатқанда Семейдің барлығының тәуекел ететін, құрметтейтін жері осы жер. Сонда қазір гид деген түсіндіруші жақсылап тұтқында барыңдар. Жақсылап ұғып алыңдар. Жақсы ма? Бәрі осы келіп жатқанда жері осы үшін осы. Ал енді қысқаша қайырғанда осы. Түсіндіруші түсіндіреді ғой, алдыға жыбырлап, арғада кетпейді. Сөзін бөлмеңдер, азан аудармаңдар. Әдемілеп тыңдап болғанын аспай қайдан қарайсыңдар. Оқи алмай қалдым, анау мынау деп жыбырламаңдар. Кестік қой. Әй, қатып қойын. Алдарды жинап кішкере, Тұра жүгірмеңдер. жүгірмейін, тұра. Қазір міне сол мұражайға кіреміз. Міне кіре беріс. Музей дүйсенбіден жексенбіге дейін сағат 10-нан 18-ге дейін жұмыс істейді. Саламатсыз. Түсіруге бола ма? Иә. Біз Абай атамыздың ас бөлмесінде тұрмыз. Абай атамыз бұл бөлмеде өзінің отбасымен бірге тамақтанатын болған. Мұнда ол кісіге қатысты жәдігерлер бар. Міне біздің артымызда Айгерім әжеміздің оригинал түс кигізі, түпнұсқа түс кигізі көрініп тұр. Қазір бұл туралы осы мұражайдың қызметкері толық баяндап беретін болады. Жақсы түсіндіретін бір қыздар берді. Керемет түсіндірді. Қош келдіңіздер. Міне осы тұрған жеріміз Жидебай деп аталады. Жидебай деген кісінің аты Мамай болмай шыққан батыр. Бұл жер малға жайлы болғандықтан Абай атамыздың әкесі Құнанбай атамыз 1840 жылдан бастап кеткен. Құнанбай атамыз қартайып қажылыққа қарай бет бұрып Ақшоқы деген жерге көшеді. Қара шаңырақты кейінгі баласы Оспан. Бірақ Оспан ертелі 39 жасында қайтыс. Оспан қайтыс болғандарында 3 әйел қалған. Қазақтың әмеңгерлік салтымен 3 әйелін ұшыраға салады. Соның ішінде Еркежан деген бір еркесін Абай қайтыс. Абай атамыз Еркежан анамызды алғаннан кейін өмірінің соңғы 10 жылын осы қара шаңырақта өткізген. Еркежан алған 1898 жылдың көктеміне шыға әлді 30 жігіті жоқ. 3 жуасы. Абай атамыздың руы толық кетті. Кейіннен Аласапыран жаман уақыт өткен 1971 жылы Абай атамыздың 125 жылдық мерейтойында салғызған жобаны ешқандай өзгертпеген. Фундамент, биіктік, төбесі тақтай, 3 бөлмесі тастан қалған, терезелерін доғал қап міне қайта. Ал енді осы тұрған бөлмеміз міне Абай атамыздың бірінші бөлмесі, ас бөлмесі. Абай атамыз өте қонақ жайлы. Өз бала шағасымен, отбасымен оңашада қалғанда осы дастархан басында ас ішкен. Жерде тостағанда қымыз деген есе ожау отыр. Ожауы арқардың құлжа деген үйізден жасалған. Ал мына оң жағымызда тұрған кебеже аяғы асадал. Бұның бәрі қазақтың қол өнер ағашпен сүйектен жасалған. Бетіндегі оюлары жылқының жұқа жақ пен жаудың сүйектен салып басқа мал кеткен. Ет табақ, құртезген астау. Ет табаққа мүшелеп етті салып симақанымен тасталып. Күміс жесімі
Абай заманында 19 ғасырда арнайы тапсырыспен уағызы пайдаланған. 1971 жылы Абай атындағы совхоздың еңбекшілерінің осы мұражайға Абай атамыздың 125 жылдығына викторина сыйға берген. Қабырғада тұрған түскейіз. Бәйбішесі Ділдәнің жасауымен келген түскейіз. Бұл да ешқандай жөндеуден өтпеген сол қалпын сақтапты. Сол кездегі қыз-келіншектердің қолөнері. Бұл кезде смәшне деген жоқ, көз майын тауысып қолмен тіккен қолөнер. 1885 жылы Абай атамыз осы үйді салдырғаннан кейін қаладан арнайы пешші шеберлер шақырды, бәрі бөлмеге пеш салғызған. Бұл пеш міне доғаланған пеш деп аталады. Қос қазан қойған себебі келетін қонақтың көптігінен бір жағына ет асып, бір жағына қозақ болды. Кәдімгі езі қағып, отар басы тартып, иісті бері қарай шығармайды. Иіс болмаған үйде бет алдық тұрмысқа болды. Ал бұл дүниенің бәрінің кейінгі ұрпаққа жету себебі 1885 жылы Абай атамыз өзінің көзі тірісінде Құнанбай әулетінің өз әулетінің 60-тан астам дүниесін семейге өлкетану мұражайға өткізген. Кейінгі ұрпаққа жаны қалып жету себебі сол. Келесі кіші қонақ бөлмесі. Қолмен апарып. Дойбы. Ана тоғыз. Алтындай. Бұл бөлмеміз міне кіші қонақ бөлмесі. Ол кезде қазақтың қолөнері салмақты жерге жайып үстіне құрақ көрпе жайып, малдас құрып отыра берген қонақ бөлмесі. Абай атамыздың жос уақытта ойнаған ойындар, сол заманғы дойбы. Дойбының тастары қойдың топайыш деген себеппен салынған. Болғары дойбы Малақтың тасы. Ал мына тұрған кілем Абай атамыздың екінші әйелі Әйгерім анамыздың жасауымен келген парсының. Оригинал, да? Иә. Ол да ешқандай жөндеуден өтпеген сол қалпын сақталып тұр. Қылқобыз деп айтады. Абай атамыз қобызды артпаған. Абай атамыздың ауылдасы, Құнанбай қажының замандасы Шахар деген бақсының қобызы. Әйгерімнің негізгі аты Шүкіман болған. Әйгерімнің әдемілігіне қарап, әй өзің бір керімсің деп Әйгерім деп атаған. Абай атамыз 3 әйелімен бірге бұл қара шаңырақта тұрмаған. Бірінші әйелі Ділдә Аралтөбе деген жерде тұрған. Екінші әйелі Әйгерім Ақшоқы қазіргі Құнанбай әулетінің жерленген жерінде тұрған. Үшінші әйелі Еркежан мен өмірінің соңғы 10 жылын осы қара шаңырақта өткізген. Келесі өнімізді шығарайық. Қонақ бөлмесі. Келген қонақты осы дастархан басында отырып күткен. Тостағандары, қымыз тегенесі күмістелген ожау отыр. Ожаудың басы бүйрекке ұқсас болғандықтан бүйрек ожау деп айтылады. Голланд пеші экспонат кәз мұражайдың. Жезлеген, қаз мойын құман тұр анасы Олжандікі. Жезлегенге Абай атамызды қырқынан шыққанша суға түсірген жезлегені. Мына тұрған төсек Абай атамыздың екінші әйелі Әйгерім анамыздың жасауымен келген төсегі. Бұл төсектің бетіндегі оюда жылқының жұқа жақ пен жаурын сүйектен жасалған. Қабырғада тұрған 3 сурет. Бәйбішесі Ділдәдан туған 3 ұлы. Әбдірахман Мағауияның суреті. Әбдірахманды Әбіш деп еркелеткен баласы. Абай атамыздың ең үлкен үміт күткен баласы міне осы Әбдірахман. Алматыда қызметте жүргенде 27 жасқа келіп құрт ауруынан қайтыс болды. Қыстың күні қайтыс болғандықтан сол жаққа жерлеп басына аманат деп жазып. Күн жылынып, қар еріген енген Атарбаға 3 атты жегіп Ақшоқыға Құнанбай әулетінің жанына кеп жерлеген. Арада 7 жыл өтіп Мағауиясы қайтыс болады. Мағауияның 40-ын берген күні Абай атамыз қайтыс болған. Ал Абай атамыздың 40-ын берген күні тұңғыш баласы Ақылбай қайтыс болған. Сонда арада 40 күн сап қайтыс болған. Жауызды мылтық Абай атамызға сыйға тартылған мылтық. 1890 генерал-губернатор барон Таубе Абай атамызға сыйға берген. Ал қазіргі өмірде Абай атамыздың суреті қалған. Біреу 51 жаста, біреу 58 жаста. Бұл 51 жастағы бір суреті. Екі жағында тұрған екі әйелден туған тұңғыш балалары Ақылбай мен Тұрағұлдың суреті. Ал шынының іші тұрған тақия. Абай атамыздың әкесі Құнанбай қажының қажылықтан арнайы тіккізіп киіп келген тақиясы. 1875 жылы Құнанбай атамыз қажылыққа барған.
Қажылыққа барғанда сол жақтан қазақтарға арнап 100 кісілік тәкие деген қонақ үй салдырады. Сол кезде арнайы тіккізіп киіп келген тақиясы. Күмістелген кісе белбе бұл да міне Құнанбай атамыздікі. Ал шының ұшы тұрған ертоқым. Бұл ертоқымның әр тасының өзі күмістен жасалған. Абай атамыз Әйгерім анамызды өзіне ұзатылып екінші әйелдік алған кезде жорғатқа салып сыйға тартқан ертоқымы. Бірнеше аттың құнын берген. Өте құнды дүние, әр тасының өзі күмістен жасалған. Біз енді Абай атамыздың жұмыс бөлмесімен танысатын боламыз. Бұл бөлмеде ең басты құнды жәдігер міне Абай атамыздың жазу жазған үстелі және қауырсыны, орындықтары, кітап сөрелері. Сонымен бірге диваны, айнасы. Міне, құрметті көрермендер, тағы бір маңызды жәдігер бұл бөлмедегі менің артымда тұрған қайқыбас сүйек төсек. Бұл Ділдә әжеміздің жасауымен бірге келген жәдігер. Бұл бөлмеміз жұмыс бөлмесі. Мына жерде шар айнасы, жұмсақ диван. Диванның матасы Абай атамыздың 175 жылдығында жаңартылған. Қабырға сағат тұр, кітаптары, кітап жинаған сөресі. Абай атамыз 5 тілде білген. Парсы, өзбек, шағатай, араб, орыс тілдерін жетік білген. Мына тұрған стол мен орындық Абай атамыздың жұмыс жасаған стол орындығы Семейге барғанда Әнер Молдабаевтың үйінде, сол Әнер Молдабаевтың үйінде сақталған стол мен орындық. Сиясауыт тұр қаламмен. Есеп шоты 1896 жылы баласы Мағауияға жазған хат арабша жазған. Құран кітап тұр. 30-ық майшам деп айтады, өте жарық жанған. Сол кездегі қол жеткен адамдардың пайдаланған дүниелері. Ал мына тұрған аспалы шамдар кейіннен осы майшамға қарап гипстен салып тоқпен тартылған майшамдар. 3 шекті домбыра. Абай атамыздың шәкірті Әлмағамбеттің домбырасы. Арлан қасқырдың терісі. Абай атамыз аңшылықпен айналысқан. Ал мына тұрған төсек Абай атамыздың бәйбішесі Ділдә анамыздың жасауымен келген төсек. Бұл төсектің бетіндегі ою тастарына қарасаңыздар, жаңағы төсектен қарағанда өзгеше. Ділдә анамыз Алшынбай бидің немересі болған, Түсіптің қызы Қазбек бидің ұрпақтары. Бетіндегі тастары күмістен, алтыннан болған. Аласапыран жаман уақыт кезде күміс те, алтын да жоғалып ұрланған. Кейіннен мұражайға кеп қойылған кезде жай тастарды жабыстырып өңдеген. Біздің кезекті аралайтынымыз Еркежан анамыздың бөлмесі. Не бұл Пәкизаттың мына артымызда көрініп тұрған фотода киген киімі, түпнұсқа. Әмеңгерлікпен алған 3-ші әйелі Еркежан анамыздың бөлмесі. Шының іші тұрған киім зал, құндыз бөрік, немересі Пәкизат. Бұл Ақылбайдан туған қыз баласы. Енді осы жерде киім зал мен құндыз бөріктің Пәкизаттың киіп тұрғаны осы. Абай екінші сурет, 58 жастағы сурет. 1903 жылы осы Жидебайда отбасымен түскен соңғы сурет. Тұрағұл, Пәкизат, Мағауияның суреті. Мағауия мен Тұрағұл ұлдар Абай атамыздың. Пәкизат пен Әубәкір Абай атамыздың Ақылбайдан туған балалары. Немерелері. Оспанның көзінің тірісінде 3 әйелінен баласы болмағандықтан, осы 2 баланы Оспан мен Еркежан анамыз бауырына сап тәрбиелеген. Оспан қайтыс болып, Абай атамыз әмеңгерлік анамыз алған кезде 2 баланы Абай атамыз тәрбиеледі. Ал Абай атамыз қайтыс болғанда қара шаңырақтың иесі немересі Әубәкір болған. Ол кезде бай ұрпақтарынан көзін құртып жер аударып жан-жаққа жібергенде Әубәкірден өкімет бұл үйді тартып алады. Жан-жағынан есік шығарып магазин қылады, кітапхана, мал қора. Биік болғандықтан түйе қора қылады. Сөйтіп үй бұзылады. Жаңа айтқандай 1971 жылы Абай атамыздың 125 жылдық мерейтойында салғызған жобаны өзгертпейді, міне қайта қалыпқа келтірген. Асыл бұйымдар әйелінікі, бірақ нақты қайсыны киген белгісіз. Жақ өңір кимешекке таққан, маржан моншақ, сырға, түйме, күміс білезіктері тұр. Еркежан анамыздың өз қолымен кестелеп тіккен орамалы бұл қол сүлгі деп айтылады. Шар айнасы, қобдишасы, кір шомбал. Бұл да қазақтың қолөнер ағашпен сүйектен салынған үтік, жуан жұмыр домалақ ағашқа дымқыл киімді орап, төмен қарай үйкелеп тарса ағаш қызып киімнің құрыс-тұрыстары жазылады. Сандықтар сыйлыққа келген Абай атамыздың 150 жылдығында 95 жылы. Шымылдық Абай атамыздың 175 жылдығында жаңартылған. Қабырғада тұрған түскейгіз
Еркежан анамыздың жасауын меңгерген түс кигіз. Бұл да жөндеуден өтпеген, сол қалпын сақтап тұр. Өкілі тұмар деп айтылады. Тұмарды қазір бойға тақса, ол кез осылай түс кигізге таққан. Енді біздің артымызда көрініп тұрған қайқыбас төсек, ол кезде енді қайқыбас төсек болды ғой бүкіл қазақ даласында мәдениеттің құрамдас бөлімі ретінде мықты жәдігерлеріміздің бірі осы дүниеде ғой. Бұл Еркежан анамыздың қайқыбас төсегі және шымылдығы. Мына тұрған төсек Еркежан анамыздың жасауы меңгерген төсегі. Бұл төсектің бетінде бойында жотының шыққан жақ пен жауын сүттен салынған. Енді қарап тұрсаңыздар, бар төсектің бас аяқтары бірдей деңгейде көтерілген, өйткені оның екі пайдасы бар. Біреуі көші-қонға пайдалы, біреуі денсаулыққа пайдалы. Көші-қонға дегеніміз қазақ көшпенді халық. Қыс-қыстауда, күз-күзекте, жаз-жайлауда жүреді. Сол кезде көлік жоқ. Түйенің өркешіне кигізді жауып, қойып жүкті жинап бірдей деңгейде көтеріліп тұрғандықтан қанның айналымы жақсарады. Ол қазіргі медицинада дәлелденген. Қазақ соны ертеде. Кіреберістен өткеннен кейін осындай дәліз. Мына жерлерде Лермонтов, Крыловтың аудармалары 45 қара сөзден алынған үзінділері тұр. Тұмар домбыра, күміс қалта сағат, протезісі, мүйізді шақша, күмістелген кісе белбеу. Абай атамыздың көзінің тірісінде жанынан тастамай пайдаланған заттары. 1909 жылы ең алғашқы басылып шыққан өлеңдер жинағы, бұлар міне бірінші жинақтары. Оспанның, Әбдірахманның өміржайында жазылған ақын шәкірттерінің суреттері. Мына жерде бала шақпақ деп айтылады. Абай атамыздың қайтыс болған жері. Мына Шыңғыстың тауының ішінде орналасқан. Осы жерге 60 шақырым жер. Абай атамыз жаздың күні осы бала шақпақта қайтыс болады. Ол кезде көлік жоқ. Жердің шалғайлығы, күннің ысыған атарбамен осы жерге 3 күн жүріп жеткізген. Ал осы жерге келгеннен кейін ақсақалдар ақылдасып, мәйітті қарай қинамайық, осы жерде кенжесі Оспан жатыр деп, міне Оспанның жанына осы жерге желену себебі сол. Мұнда бір айта кететін дүние, Абай атамыздың протез тістері жайлы. Яғни міне протез тістері, ол кісі сол кезде Семейде жаңадан ашылған тіс емханасына 9 тіс салдырған жайлы дерек бар. Әр тіс 10 тоқтыған, бірақ ол кісі өзінің әдетімен әркімнің еңбегін артық бағалап беретін болған. Сол дәстүрмен 9 тіске 100 тоқты берген. Тағы бір маңызды жәдігері, Абай атамыз бұл өңірге бірінші рет сағат әкелгені жайлы, аспа сағат әкелгені жайлы деректер бар. Міне соны айғақтайтын ол кісінің қолданған қалта сағаты. Абай атамыздың тұмар домбырасы, 3 шекті бүкіл домбыра. Міне бұл Абай атамыздың Тошала үйі. Шошал үй деп айтады. Бұл бүгінде қайта жаңғыртатын бір дүние екен. Бұл бөлмеміз ет сақтаған бөлмесі, Тошала немесе Шошала. 4 бақан, адал бақан деп айтылады. Келетін қонақтың көптігінен жұмасына 4-5 қара мал сойылып, етін осы бақан симағанына көлденең сырғауыл тартып жүрген. Қара қазанның астында қызыл тобылғы деген ағаштан от жаққан. Жаңағы қызыл тобылғының түтінінің иісі етке сіңіп ет мейізі тәтті болады. Қара қазанға ет асылған. Ал бұл жердегі тек қана бірақ өзгеріс, ол кезде төбесінде қазақ үйдің шаңырағы сияқты шаңырақ болған. Керек уақытында жауып қойып, керексіз уақытта ашып қойып отырады. Кейіннен мұратынан кейін міне осылай. Енді осы жерде қандай дүние көп Абай заманында 19 ғасырда пайдаланған заттары. 3 аяқты мосы жез жаугын, қара қазан, жез ожау, шымшөөр, жезлеген құмантыр, шелек, итаяқ, қасқыр қақпан, бұл сөйлетпе қақпан деп айтылады. Қол шоқпар, қол шалғы, тас термен, үзеңгі тұсамыстары тұр. Кебеже, біреуге сақтаған сыбағасын, қарындағы майын сақтаған қазақтың қолдөнері ағаш пен сүйектен салынған. Шейті мылтық, бытыра мылтық, тоғыр бүркіт қондырған аңшылықтан келгеннен кейін, мына жерде міне көбіттір келі келсаптары тұр.
Енді жаңа далада есіктің алдында байқаған шығарсыздар, лапастыр сол заманда қонақтар көлеңкелеп айлаған, қазір толық жөндеу жұмыстары жүргізілген, шаруашылыққа пайдаланған атарбай, жер жыртқан соқасы, Семей миник ортаға жүрген пәуескі атарбай. Қорғанның сыртында далада кіндік тас бар. Дүние жүзіне ғалымдар спутниктен жер орта кіндігін міне осы жерде белгілеген Евразия кіндігі. Кіреберісте тач экран тұр, ішінде 3 тілде жазылған. Абайдың отбасы жайлы шығармашылығы, келген қонақтың пікірлері жазылған. Абай атамыздың отбасына келсек, Абай атамыздың өз кіндігінен 10 баласы болған. Ділдәдан 6 бала, Әйгерімнен 4 бала, 19 немере, 13 шөбересі болған. Ал қазіргі көзі тірісі 4-ші, 5-ші ұрпақтары бар. Алматыда тұрады. Данияр, Айдос деген азаматтар. Қазақта қыздарды шежіреге жазбайды, сондықтан шежіре қазір Данияр мен Айдоспен тоқтап тұр. Данияр 1971 жыл туылған 3 қыз баласы бар. Айдос 1967 жыл туылған 1 қыз баласы бар. Міне біздің қолымыздағы бар жәдігерлеріміз осы, енді аспай аралап қайтадан көріп шығыңыздар. Ал бүгінде бұл мұражайды асықпай аралап көрдік. Сіздерге де бір пайдасы болатын ақпарат бере алған болсақ қуаныштымыз әрине. Енді келесі кездескенше есендік саулықта болыңыздар.